Саламатсыздар ма, құрметті достар. Өздеріңіз білесіздер, бізде оңтүстіктен солтүстікке көшу бағдарламасы бар. Соңғы жағдайларға байланысты мен ойлаймын, осы көшті күшейту керек, қаржыны көптеп беру керек. Біздің көрші елдің саясаткерлері, депутаттары түрлі біздің еліміз туралы пікірлер айтады. Сондықтан біздің басшылар үкіметтегі осы қаржыландыруды күшейту керек. Мысалы, бұрын бір адам солтүстік облыстарға оңтүстіктен көшу үшін 100 мың теңге берсе, бұл биылдан бастап бұл 200 мың теңгеге көбейген. Соны қаржыландыру одан да асыру керек. Миллион, 2 миллионнан беретіндей қылып, сапалы үйлер, бірден жұмысқа орналастыру сияқты мәселелерді шешу керек. Өйткені қазіргі мынау әлемдегі геосаяси жағдайға байланысты ойлаймын, біздің де басшылар тез әрекет етіп, солтүстіктегі облыстардың да әкімдері әрекет жасап, жұмыспен тез қамтып, қаржысын тез берсе, біздің оңтүстіктен солтүстікке қарай біздің оңтүстіктегі еңбекқор азаматтар, отбасылар көшіп барады.